Айнұр, қалайсыз? Жақсы өздеріңіз. Айнұр, біздің оқырмандардың бізде 3 жұп бар ғой. Сол біздің оқырмандардың көбі жұптары бір-біріне қатты ұқсатады. Сіз үшін қай жұп бір-біріне қатты ұқсайды? Енді сіз жақынырақ танисыз ғой. Қылығы болсын, бір өзінің ұстауы болсын. Мен кім Ержігіт пен Мадинаны бөлек қоям. Бөлек байттары қыстырылма. Сосын кіммен енді Айбек Эдуарда, Аяна, Ерасыл деп ұқсатайын десем, негізі қатты ұқсай бермейді. Екеуі Ерасыл мен Айбек мүмкін ұқсайтын шығар, бірақ Аяна мен Ерасыл қосылғанда мүлдем андай бір байттары бөлек. Жоқ, мен жұптарды айтам, бір-біріне ұқсайтын ше. Мысалы, Аяна мен Ерасыл бір-біріне ұқсайды деп жатады. Мысалы, өзара бір-біріне ма? Я, Ерасыл мен Аяна копия бірдей. Айбек пен Эдуарда вообще ұқсап кетті. Вообще былай бөлек жүргенде білінбейтін. Ержігіт пен Мадина прям дополнять етеді. Ержігіт пен Мадина олар енді внешне қатты ұқсатпайды, бірақ күшті дополнять етеді. Гармоничный көрінеді да бір-бірімен. Бір кейде болады ғой, бір паралар бүйтіп қарайсың да, біреу сары, біреу қара болса да, сөйтіп бір келіспей тұрған сияқты, екеуі келіседі. Сіз үшін копия Ерасыл, Аяна, иә? Иә, копия. Внешне емес, былай қылықтары да, мінездері де прям бірдей. Бірақ үш парамызда мықты пара бұйырса күшті үйленеді деп ойлаймын. Короче, сіз қалай ойлайсыз, біздің жұптардың қайсысы бір-біріне сіздің ойыңызша қатты ұқсайды? Прям сырт келбеті болсын, мінезі болсын. Эдуарда мен Аяна бір-біріне ұқсап кететін сияқты маған. Внешне ше? Кейбір жерлер. Жоқ, жұптарды айтам. Мысалы, Ерасыл мен Аяна. Ерасыл мен Аяна, Айбек пен Эдуарда ұқсайды. Ұқсайды. Ерасыл, Аяна мен Эдуарда бір төртеуі бір-біріне ұқсай ма сіздің ойыңыз? Бір-біріне ұқсайды. Қарап қалғанда Эдуард негізі андай эфирде андай бір более андай спокойный болып отырады ғой. Даже мындай вообще хотя өмірде андай деп қуып қалған да. Аяна да сондай ғой негізі. Приколист, екеуі де юморға жатып алған негізі. Прикол бар өтеді екеуінің. Екеуі де харизматичный. Просто Эдуард оны эфирде көрсетпейді, бірақ сыртта жақын адамдар арасында ашылып сөйлей береді да. Айбек пен Ерасыл қудыр, басы да әзілдері де бір-біріне жақын. Сол. Дана, енді жаңа біз жұптарды айттық қой. Енді жұп емес, бірақ біздің қатысушылардан мүмкін бұрынғы болсын, қазіргі болсын, сырт келбеті жағына бір-біріне ұқсайтын, мә осы адамдар қосылса күшті болатын еді деп ойлайтын адамыңыз. Сырт келбеттен ұқсайтын болса, онда Айдос пен Айнұр сырт келбеттер ұқсап кетеді маған. Ұқсап кетеді. Айдос пен Айнұр? Иә, екеуі ұқсап кетеді. Білемін, негізі ұқсамайды деп жазыр, енді әр адам ой әртүрлі ғой, көзқарасымыз. Менің көзім басқаша көреді ғой, енді сіздеркі басқаша. Сосын Айдос пен Айнұр ұқсап кетеді. Сосын Саддәулет пен Еңліктің ершістер ұқсап кетеді. Мәссаған, күтпедім. Жоқ, енді жалпы бұл сұрақ қой, мен көзқарасым сөйтіп көрінеді. Мен кінәлі емес, мейірім кінәлі деді. О, менің көзім кінәлі деп қойсын. Так, потом Назым мен кім еді? Назым мен Ернар ұқсап кетеді андай бүйтіп. Бүйтіп тұрады ғой, екеуі ұқсап кетеді. Бүгін бізде қызықты бір сұрақ болып тұр. Біздің 3 жұптың ішінен сіз бір-біріне қатты ұқсайды деп кімді айтатын едіңіз? Негізі 3 жұпты да ұқсайды деп айтады бір-біріне. Бір-бірін тапқан деп айтады. Ержігіт Мадина ұқсайды. Қай жағына ұқсатасыз? Түрлері ұқсайды кәдімгі. Түрлерімен келеді, көздері, қасы көздері, примерно өздерін ұстауы деген сияқты. И Ерасыл мен Аяна. Точь-в-точь 100%. Анау харизмалары бір-біріне деген дополняет друг друга. Ал мүлде қосылмаған жұптардың ішінен мүлде қосылмаған жұптардың ішінен бір-біріне қосылса күшті болатын еді, сыртқа күшті көрінетін еді деп кімді айтасыз? Айспойлер. Бұрыннан бірінші таныстық бастаған кезден бастап кәдімгідей бір-бірін дополнять етіп тұратын еді ғой. Әлі күнге дейін менің көзімде сөйтіп қалып кеткен. Иә. Ал Заринаның ойын біліп көрейік. Біздегі жұптардың ішінен сіз бір-біріне қатты ұқсайды, екеуі бір-бірін тапқан деп кімді айтасыз? Ержігіт аға мен Мадина есіме түсті бірден. Екеуі бір-бірін толықтыратын сияқты. Сосын Аяна мен Ерасыл. Харизма жағы, екеуінің әзілдері, бір-бірін ымжымдары бір дейді ғой, сондай. Эдуарда мен Айбек енді білмеймін. Екеуі екі түрлі адам сияқты, бірақ жарасады. Ал кімді мүлде қосылмаған болсын, бір-біріне келіспейді, бірақ сіздің ойыңызша сырт келбеті бойынша үйлесетін, мына адаммен адам жүрсе күшті болатын еді деген сияқты. Олай ойлап көрмеппін негізі. Мысалы,
Ернар мен больше келеді, Ақерке мысалы келетін сияқты. Сіз Расул мен Назымды көп айтатын едіңіз. Иә, Расул мен Назым тоже сырт келбеттерінен прям қара. Енді жұптардың өздерінен сұрайық. Эдуарда, мен мынандай сұрақ қойып жатырмын да. Бізде өзі 3 жұп бар ғой. Соларды көп адамдар айтады, бір-біріне қатты ұқсайды, екеуі кәдімгі біреуі жігіт түрі, біреуі қыз түрі деп айтады. Мысалы, сіздерді сырт келбетінен қылықтарыңызды көріп көрермен солай ұқсатып жатады. Енді сіз сол осы 3 жұптан кімді қатты ұқсатасыз бір-біріне? Түр жағынан болса, ержігіт пен Мадина бір-бірін тапқан деп жаңағыдай, характер, юмор жағынан болса, Аяна мен Расул. Сіздер ше? Ұқсайсыздар ма? Бізде енді көп айтады, түр жағынан ұқсайды, мамасына ұқсайды, бірақ мен ойлаймын, көбіне біз характер жағынан көп келеміз, юмор жағынан көп келеміз. Ал мүлде қосылмаған, бірақ осы адамдар қосылса күшті болатын еді деп кімді айтасыз? Сержан мен Өте таңғаларлық жауап. Айбек, тура сол сұрақ сізге. Сіз бір-бірін тапқан, күшті үйлеседі бір-біріне, сырт келбеті болсын, ұқсайды деп кімді айтасыз? Жұптардан басқа ма? Жұптардан бірінші. Мен всегда айтамын, Ерасыл мен Аяна екеуі андай харизмасымен, несімен бір-бірін тапқан. Ерасылға білмеймін, басқа қыздандай қазір елестету мүмкін емес. Елестете алмайсыз. Ал қосылмағандардан ше? Сіз үшін қосылса күшті болады, осы сырт жағына ұқсайды деген сияқты. Білмеймін, андай ой болады. Айнұр мен Айдос маған почему-то андай келетін сияқты. Тура Дананың ойын айттың. Айнұр мен Айдос сияқты көрінеді. Дана мен Данияр негізі күшті жоқ деп ойлайтын. Қыса жүргені болған жоқ. Ақерке тоже Сержан мен деп ойлаймын. Білмеймін. Эдуарда солай айт деп үйретіп қоймасыз ба? Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй өте тамаша. Бізде 3 жұп бар ғой. Иә. Сол жұптардың бір-біріне қатты ұқсайды деп қайсысын айтатын едіңіз? Енді барлығына ұқсайды деп, енді мен өзім де халықта біледі деп ойлаймын. Енді қыздар бізге 7 майға пародия құрған болатын. Сол кезде Аяна Ерасылдың рөлін 100% салды деп айта аламын. Сондықтан ең бірінші ұқсайтын жұптарымның бірі Аяна мен Ерасыл, одан кейін Айбек пен Эдуарда, одан кейін Мадина мен Ержігіт. Негізі жалпы барлығы бір-біріне ұқсайды, бірақ ішіндегісі ең мен үшін ерекшесі бір-біріне қатты тілдерін түсінеді деген сияқты ол Ерасыл мен Аяна. Ал енді қосылмаған, бірақ сіздің ойыңызша қосылса күшті болады деген сырт келбеті жағынан? Сырт келбеті жағынан болғанда, мысалы Ақерке мен десем болады. Айта салдыңыз ба? Сырт келбеттеріміз келеді бұлай. Келеді, бойларыңыз вообще. Расул, қалайсыз? Жақсы, мен көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй керемет. Бүгін мен мынандай бір ерекше сұрақ қойып жатырмын да. Біздің 3 жұпты бір-біріне қатты ұқсатады екен көрермендер ше? Бір-біріне сырт келбеті бойынша қатты ұқсайды деп. Сол көбісі сіздерді қатты ұқсатып жатыр бір-біріне, Аяна екеуіңізді. Копия 100% дегендер көп болды. Ал сіздің ойыңызша кім бір-біріне қаттырақ ұқсайды? Аяна екеуміз негізі қалған тыныш мен сөйлеп отырмын. Қалған 2 жұпта негізі бір-біріне келеді, бір-бірін толықтырады. Ержігіт пен мысалы Мадинаға қарасақ, Ержігіт қалай өзгерді Мадина үшін, бір-бірін толықтырып жатыр да. Эдуарда мен Айбек те бір-біріне келеді, кәдімгідей келеді. Негізі барлық жұптар бір-біріне ұқсайды, өздеріне жүректеріне жақын болған соң, сондықтан жұп болып, сондықтан үйленуге қадам жасап жатыр деп ойлаймын. Ал мүлде қосылмаған, бірақ қосылса күшті болады деп кімді ойлайтын едіңіз? Қосылса Сержан мен Зарина да қойсын. Жоқ. Кім Зарина мен Айжан ханым, қалайсыз? Жақсы. Көңіл күйіңіз бәрі күшті ма? Жақсы, иә. Біздің жұптардан сіз бір-біріне кімді қатты ұқсатасыз? Енді сіз больше білесіз ғой былай. Түрлерімен ба? Түрлері болсын, харизма болсын. 3 жұпта бір-біріне ұқсайды ғой не? Ұқсайды, иә? Иә, Аяна мен Ерасыл өздерінің харизмаларымен, қалжыңдарымен. Түрі маған бірдемелер тоже ұқсайды ше, Айбек. Мадина мен Ержігіттің тоже бір өздерінің ұстағандығы, сөйлегендігі, қарағандары сол ұқсатады. Ал қосылмаған, бірақ қосылса күшті болатын еді деп кімді айтатын едіңіз? Тима мен Арина шығар. Тима, Арина, иә? Мадина, біздің сұрағымызды естіп жатқан шығарсыз, сіздерді бәрі ұқсатып жатыр. Сіздің ойыңызша бір-біріне қатты ұқсайтын жұп кім деп ойлайсыз? Бір-біріне қатты ұқсайтын жұп Ерасыл мен Аяна.
деп ойлайсыз? ана қылықтарына шейін сөйлеген сөздеріне дейін еркелеткендеріне дейін бәрі ұқсайды, энергиялары ұқсайды, басып тұрады. Сіздер тек қатты ұқсатып жатады, өзіңіздің ойыңызша ұқсайсыздар ма? Біздің внешностьті білмеймін, бірақ характеріміз ұқсайды. Кімдерде де солай ғой, Айбек пен Эдуарда да внешность білмеймін, бірақ характер ұқсайтын сияқты. Ал мүлде қосылмаған, бір-біріне қатысы жоқ, бірақ қосылса, мәні күшті жұп болатын еді деп ойлаған адамыңыз бар ма? Так, бар. Блин, қалай болады екен айтсам? Айтыңыз. Бірақ бар ғой, Моля мен Айсұлтан қатты бір-біріне келетін. Ернарда тура осы пікір айтты. Санияр, қалайсыз? Көңіл күйіңіз бәрі от па, шоқ па? От, шоқ, лава, пол, лава. Сіз... Астероид, метеорит, луна. Все, болды. Сіз жұптардың ішінде қайсы бір-біріне 100% келеді деп айта алатын едіңіз? Жалпы қазіргі ортамызда тұрған бүкіл жұп неге жанасып отыр. Эдуардыларды айтсақ, Мадиналарды айтсақ, Иенкеді айтсақ, бәрі-біріне өте керемет жарасады. Бір-біріне жұп болып жаралған десек те болады. Ал қосылмаған, бірақ қосылса күшті болатын еді дейтін адамыңыз? Так, мен қосылмаған, бірақ қосылса... Бұрынғылар болсын, қазіргілер болсын. Бұрынғыларды білмеймін, менің былай айтатын болсам, жалпы осы расымен Зарина үшірсі күшті болады еттік өте краш жұп шығатын сияқты менің. Үйлесет деп ойлайсыз бір-бірін. Солай екен. Мадинаның көңіл күйі қалай екен? Сөйлеңіз сіз енді, майыспай дедіңе. Мадина... Көңіл күйім жоқ. Неге? Кеше бір нәрселерді қойған болатын. Эфирде айтып жатармын. Көңіліңіз түспесін, көңіліңіз түсірмеңіз. Сіздің ойыңызша бір-біріне қатты ұқсайтын жұп кім? Эдуарда мен Айбек. Ал мүлде қосылмаған, бірақ қосылса күшті жұп шығатын еді деп кімді ойлайтын едіңіз? Мүлде қосылмаған, бірақ қосылса... Мүлде қосылмаған ба? Жалпы қосылған болсын, сол жұп қайта келсе деп... Негізінде бір-біріне ұқсап, андай мінездер жағынан келетін сияқты болып тұратындар ол Назым мен Сержан десе. Ақерке, сіз қалайсыз, көңіл күйіңіз? Жақсы, шүкір өзі. Сізді біраз адамдар Сержанмен ұқсатып жатыр. Түріміз ба? Жоқ, жалпы мен андай сұрақ қойып жатырмын да. Мүлде қосылмаған, бірақ қосылса күшті жұп шығатын еді. Болмаса бұрын қосылған кетіп қалған жұптарды қайтып қосылса кімді қосатын едіңіз деген сияқты сұрақтар болып жатыр. Сіздің ойыңызша қосылмаған, бірақ қосатын? Қосылмаған, қосылса жарасатын ба? Так, негізі Расул мен Зарина жарасады деп ойлаймын. Сосын Дана мен Ернар жарасады деп ойлайсыз? Иә, потом Айсұлтанмен кетіп қалған кісілерді айтамын, Айсұлтанмен Мөлдір күшті жарасады. Ал қазіргі біздің үш жұптың ішінен сізге қатты бір-біріне ұқсайтын кім? Ержігіт пен Мадина қатты ұқсайды. Эдуарда мен Айбектің мінездері ұқсайды қатты бір-біріне. Түрлері де келеді былай-былай. Солай екен, құрметті оқырман. Айсұлтан, мен мынандай бүгін сұрақ қойып жатырмын да, бізде үш жұп бар ғой. Солардың бір-біріне қатты ұқсайтыны сіздің ойыңызша кім? Бір-біріне ма? Так. Енді түр жағынан бір-біріне ұқсайтын Ержігіт пен Мадина. Түрлері қатты ұқсайды. Ал енді энергиясы жағынан Ерасыл мен Аяна ұқсайды. Айбек пен Эдуард мен немен ұқсайтын білмеймін әйтеуір. Білмеймін, екеуінің бірдеңесі бар сонда сәйкес. Бірақ ұқсайды, иә? Ал мүлде қосылмаған, немесе қосылып ажырап екіге кеткен сондай адамдар бір-біріне үйлесетін сіздің ойыңызша кім? Не ғой? Жаным бері естіп тұрмын жа, кім не айтып. Бірақ неғып айтпайды деймін да, Айсұлтан мен Моля бірін айтты, 2-3 адам айтты. Айтты ма? Ешінен біз екеуміз ұқсайтын сияқтымыз, мен өзіме қатты көріп жүрмін ше. Фанаконтар видео жүрсе, жаман ұқсайды байқамаған. Айтты, қорықпаңыз, 2-3 адам айтты. Одан бөлек. Ал, екінші сұрақ. Екінші сұрақ келетін болсақ, енді Арыстан мен Арина өтірік болып кетті, сол? Пранк болып кетті? Жоқ, олар кажется жүрді. Жүрді ма? Екеуі бір-біріне жарасатын негізінде. Зарина бос бір бірақ үміткер бар екен, ол Сержан қош жіберейін десем деп қояды ғой. Қиясыз ба Заринаны Сержан ағаңызға?
еще кім келеді? Мадина мен Шерхан келеді. Мәссаған. Неге сіз оларды бірге стримда көріп қызғанып айтып жатсыз ба, не үшін? Иә, сол бір стримда көріп қалам, екеуі сәйкес келеді Өзіңіз Мадинаға, өзіңіз Мөлдірге ұқсайсыз, қалған бәрі басқаларға ұқсайды, иә? Ал Әлшердің ойын білейік. Әлшердің ойынша біздің қазіргі 3 жұптан қайсысы бір-біріне қатты ұқсайды? Ерасыл мен Аяна. Ал мүлде қосылмаған немесе түсіндіңіз ба біздің сұрағымызды? Ал айтыңыз, сіздің ойыңызша кім бір-біріне үйлесетін еді? Негізі ма? Негізі Сержан мен Зарина. Сосын? Сосын кім бар ғой? Burada қосыламай кеткен жұп бар, Данияр мен Данашы. Екеуі жақсы жарасатын сияқты. Балны. Солай екен. Ернар ренжіп қалды деп ойламайсыз ба? Ернар ренжіп қалды деп ойламайсыз. Дананы бәрі Ернар мен... Ой, Ернарды мен білем болды сен.